Сәлеметсіздер ме, 6-шы сынып оқушылары, бүгінгі видеода ағылшын тілі пәнінен, яғни English Plus оқулығының Students бүгін талқылайтын боламыз. Бүгін 40-41 беттерді сендерге түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын оқушылар каналға тіркеліп кетулеріңді сұраймын. Ендеше сабақты бастаймыз. Exercise 1. Look at the photos in pairs. Describe what you can see. Яғни суретке қара дейді, сен не көріп тұрсың дейді. Суретте біз бүркіт көріп тұрмыз, және де жылқы, және де әлде бір орман, бұның барлығын қазір мәтінді оқу барысында түсінетін боламыз. Келесі екінші жаттығу exercise 2. Тыңдалым екен, яғни read and listen to the text and answer the question дейді. Оқы және сұрақтарға жауап бер дейді, яғни оқуды бастаймыз. Бірінші, what is the name of the national park? Ұлттық парктың аты не дейді? The name of the park is Altyn-Emel. Яғни тыңдалымды тыңдаймыз, немесе астындағы Altyn-Emel ұлттық саябағы жайында мәтінді оқимыз, Бұл мәтінді сыныпта мұғаліммен бірге талдайсыңдар, оқып, ұзақ уақыт құртқанша сендерге сұрақтардың жауаптарын айтайын. Екінші, where is it? Ол қайда дейді? It is in the southeast of Kazakhstan between the Aktau Mountains and the river Ili. Яғни ол Қазақстанда Ақтаудағы таулар мен Іле көлінің ортасында орналасқан дейді. What is the landscape like дейді? The landscape is dry. There are mountains and sand dunes. Төртінші, what animals and plants do you find there? Бұл жерден қандай жануарлар мен өсімдіктерді көресің дейді. You can find fish, 260 species of vertebrates, birds, including 4 types of eagle, Przewalski horses, and the eagle owls. Келесі, бесінші, what unusual sights can you see in the park? You can see singing sand, dunes and rock with very odd paintings on them. Алтыншы, what are some of the unusual animals and the plants in the park? There are imperial eagle, eagle owls, Przewalski horse, and 11 species on Kazakhstan, red list, and turanga trees. Оқушылар, бұл сұрақтардың барлығы Altyn-Emel ұлттық саябағы жайындағы текстің ішінен алынып жатыр, сол тексті мұқият оқимыз. Ендеше жазып алсақ, келесі үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Exercise 3. Put the words in blue from the text in the correct column. Яғни тексті көкпен жазылған сөздерді дұрыстап, яғни таблицаға толтыруымыз керек. Бірінші, animals, яғни бұл жерде жануарлар. Екінші, plants, бұл жерге біз нелерді жазамыз, яғни бұл жерге өсімдіктерді жазамыз, Мына жерде сандар ауысып кетіпті. Бұл жерде бірінші fish деп тұр, одан кейін біз vertebrates қоямыз, imperial eagle, golden eagle, eagle owls, Przewalski horse. Яғни мына жерде оқушылар сандар шатасып кеткен, мына жерде қайтадан барлығын жөндеп шығайын мен. Келесі plants, өсімдіктер, willows, and honeysuckle, turanga trees. Осы сөздердің барлығы тексте көкпен жазылған сөздер екен, Келесі төртінші тапсырма, exercise 4. Read the text again. Тексті қайтадан оқы дейді. Find the numbers in the text. Текстен сандарды тап дейді, Орындаймыз. Бірінші, the size of the Altyn-Emel National Park. Altyn-Emel ұлттық саябағының ұзындығы дейді 4600 километрді құрайды. The number of plant types, яғни бұл жерде 1800 болады. Келесі, the number of animal species in danger 11 болады. Келесі,
мына жерде қате кетіпті оқушылар. Онда төртінші the height of the sand dunes, it's 500 meter. Келесі the age of the animal paintings on the rocks. Яғни жауап бұл жерде 3000 болады. Келесі алтыншы the eagle, the age eagle live to when they are free. Жауап 26. The number of Przewalski horses in the 1940s it's 13 болады. Яғни барлық тексттегі сандарды жазып шықтық. Келесі 5-ші тапсырма exercise 5. Complete the sentences with the correct prepositions. Use your dictionary to help you. Сөздікті қолдансаңдар болады де, және мына prepositionsдарды біз бос орындарға қойып шығуымыз керек. Бірінші, the Altyn-Emel is in South-East Kazakhstan. Бұл демеуліктер, қазақшаға аударған кезде демеуліктерді біз әрқайсысын өз орындарына қойып шығуымыз керек оқушылар. Осылай барлық мына жерде 8-ге дейінгі сөздерді бос орындарға қойып жазып шықсақ болады. Тапсырманы орындаймыз. Келесі 6-шы тапсырма. Write about the national park. Use the questions in exercise to help you. Яғни 6-шы жаттығуды мен жазбадым, себебі бұл жерде өздеріңе байланысты етіп жазуларың керек. Яғни ұлттық саябақты жазыңдар дейді. Бізге кез келген бір ұлттық саябақ жайында, және де 2-ші жаттығудағы сұрақтарды өздеріңе көмек ретінде алсаңдар болады дейді. Келесі 41-ші бет. Exercise 1. Check the meaning of the words in the box and complete the text with 5 or 4 words. Яғни тексті 5 сөзбен толықтыр дейді. Тексті, яғни мына тексті толықтыруымыз керек. Бірінші бос орынға fins сөзін қоямыз. Екіншісінге lungs, үшінші feathers, төртінші legs, бесінші hair. Осындай тексті осы сөздермен толықтырып шығамыз, және тексті мектепте мұғалім өзі түсіндіріп беретін болады. Келесі 2-ші тапсырма exercise 2. Read and listen to the text. Тексті оқы немесе тыңда дейді. Check your answer in exercise 1. Бірінші жаттығудағы жауаптарыңды тексер дейді. Then answer the questions. Одан соң сұрақтарға жауап бер дейді. Сұрақтарға жауап береміз. Which type of animal doesn't live on land? It's fish. Which types of animal have got scales? It's fish and reptiles. Which type of animal has got hair? It's mammals. How are snakes different from other reptiles? They haven't got 4 legs. Which type of animal is different when it's older? It's amphibians. Which type of animal feeds its baby's milk? Mammals. Яғни осы 6 жауапты 2-ші тапсырмаға жазып аламыз. Келесі 3-ші тапсырма exercise 3. Which group are these animals from? Use the chart to classify them. Яғни біз 1-ден 4-ге дейінгі сұрақтарды табуымыз керек. Does it feed its baby's milk? It's a chameleon, is a reptile. Has it got feathers and wings? A shark is a fish. Has it got fins? A bear is a mammal, an owl is a bird. Яғни осы 4 жауапты 3-ші жаттығуға жазамыз, және де соңғы 4-ші тапсырма exercise 4. Think of an animal. Бір жануар жайында ойлан дейді. Ask and answer the questions in exercise 3 and own questions with a partner. Guess the animal. Яғни бір жануарды ойлаймыз, аңды немесе. Сол аң бойынша мына 4 сұрақты қоямыз қасыңыздағы оқушыға. Сол оқушы жасырылған жануарды табуы керек. Яғни бұл сыныпта орындалатын тапсырма екен оқушылар. Сонымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта бізде юнит, яғни бөлімге қорытынды болады, ревью шығады. Кіріп қарасаңдар болады.